Қорғансыздар 70-71 бөлімі. Бұл бөлімде тағы да керемет эпизодтарға толы болады. Бұл бөлімде әрине барлығы жиналып ақша мәселесін 1,5 миллион Дебранға айтпай жиналу мақсатында. Осы кезде әкесіне барған Юсуп: әкешім, Самет ауырып қапты, оған ақша жинау керек дейді. Хешмет болса кішкентай баланың өміріне алаңдаған болып, ел бар, көрші бар, осы жерден жинасақ қалай дейді. Солай әкесі алғаш рет ұлына, яғни Юсупқа ақыл айтады. Ал мұнда Дебраның анасы баспалдақтан құлап қалады. Сәметтің ойыншығына құлап қалдым, ана Азизе мені тастап кетті деп жалоб айтады. Баласы ашуланып Азизеге келеді: сен неге менің анамды тастап кеттің? Ол аяғы тайып құлап кетті дейді. Осы кезде Азизе бірді жауып қалады. Сәмет тіпті бауырлары: ол кемпір өзі бізді қуып шықты үйіңнен дейді. Ал мұнда барлығы жиналып алып, Юсуп қолында қырық кісі бар. Сәмет те кішкентай балақайдың жүрегіне ем жасалады, соған ақша керек дейді. Егер сауаптан алғыларыңыз келсе, ақша жинайық дейді. Барлық көршілер, тіпті магазин сатушы кәсіпкерлердің барлығы қалтасындағы бар ақшаларын береді. Осылайша осы бір іске бола. Ал мұнда Нетшыла Эржанды күтіп жүр. Эржан болса баласына барады. Оның ата-енесі: біз саған үй береміз, жұмыс береміз, көшеде қаңғымай үйге кел. Осылайша Ержан кетіп қалады Нетшыланы тастап. Ал Первин ханым болса Азизені қасына алып жылап отырады. Білесің бе, Прат Бахап төренің ұлы екен. Енді ол мүлікке таласты. Дебран бұны білмеді. Егер Дебран естісе, Дебран бізді тастап кетеді. Сен айтпа дейді. Осы менің жанымды қинап барады деп жылайды. Ал мұнда Хешмет болса қуанышты, өйткені Хешметтің арқасында ақша жиналды. Прат мәз болды. Екінші Явузбен қол алысып алас әулеттеріне қарсы шығуға дайындалды. Інісінің отасына әлі де ақша жетіспей қайғырып жүрген Азизе не істерін білмей, осы кезде ақша жинап берген Хешметтің керемет адам екенін айтып жатыр. Әлде Дебранға айталар емес ақшасын жетіспеушілігін. Осы кезде Первинге Сәметті тастап Азизе кетіп қалды. Первин алғаш рет бала бағам деді. Хешметтің әйелі болса Хешметті құшақтап: сен өте жақсы күйеусің, сен балаға мейірімді болып ақша жинап бердің деп кешірді, ажыраспайтын болды. Ал мұнда Прат қонақ үйде тұратын болып келді. Бірақ қонақ үйде ең сасы кішкентай бөлмеге ашуланып жоғарыға Бахап төреге барды. Ақшадан қиналған Азизе зергерге барып өзінің анасы таққан алтын өткізді. Өтінемін, мұны сатып жібермеші, кейін мен қайтарып алам. Қазір мен інімнің ақшасына зәру дейді. Осы кезде сатушысы да ініңнің емде деп ақша берді. Ал Первин болса ойланып отыр. Сәмет болса ойнайық, құрастырайық дейді. Мазам болмай отыр деп айқайлай берді. Сәмет кетемді қорқытты. Сол кезде тоқта, жоқ, туған, кетпе дейді. Осылайша Сәмет екеуі достасып кетеді. Қалған бөлімін келесі жолы айтамын. Киноға лайк басып қолдап кетіңіздер.